Технологический колледж корпорации «Казахмыс» представляет специальность 070730 «Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования». Квалификация 0707-193 «Электромеханик». Кто же такой горный техник-электромеханик? Это специалист, который подготавливается для руководства, организации и непосредственного ведения работ по эксплуатации, ремонту горного электромеханического оборудования угольных и рудных предприятий. Как мы видим, данная профессия очень ответственная. От навыков, умений и знаний может зависеть не только выполнение плана, но и жизнь человека. Сложнейшая техника, тяжелые и даже вредные условия труда. Поэтому большое внимание при подготовке техников уделяется изучению вопросов охраны труда и безопасности. Почему стоит стать горным техником-электромехаником? Во-первых, с профессией горный техник-электромеханик можно работать на любой шахте, руднике или заводе. У этой профессии широкий спектр работы. Во-вторых, профессия очень интересна. Одна из старейших и есть возможность принести пользу обществу. Кроме того, что у этой профессии масса преимуществ и достоинств, ее можно получить в родном городе. Работая по данной профессии, вы приобретете следующие качества личности: технический склад ума, высокая исполнительная дисциплина, внимательность, ответственность, практичность, уверенность в себе, осторожность. Горный электромеханик умеет выбирать и подготавливать к эксплуатации горное электромеханическое оборудование для конкретных горно-геологических условий, устранять и предупреждать неполадки в работе, оформлять документацию на изготовление и поставку запчастей и оборудования, производить основные техноэкономические расчеты по ремонту, монтажу, обслуживанию электромеханического оборудования горных предприятий, организовывать и проводить текущий ремонт горных машин и электромеханического оборудования, составлять графики планового предупредительного ремонта машин и механизмов, вести учет плановых заданий по производительности труда, объема работ по ремонту и обслуживанию горного электромеханического оборудования, обеспечивать безопасное ведение работ, осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты, охраны природы и недр при ведении горных работ, нести ответственность за выполняемую работу, самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности, научно организовывать свой труд, применять компьютерную технику в сфере профессиональной деятельности. Наша страна очень богата полезными ископаемыми. Здесь собрана вся таблица Менделеева. Поэтому и развитие страны во многом связано с добычей полезных ископаемых. А это значит, что горный электромеханик всегда будет востребован. Работы хватит всем на долгие годы. қозғалтқыштың
орамалардың кедергісін мегаомметрмен тексереміз. Бірінші мегаомметрді тексеріп аламыз. Мегаомметр сектор. Электрқозғалтқыштың қақпағын ашам. Мегаомметрдің екі сымның біреуін корпусқа, біреуін фазаға. Елу көрсетіп тұр бірінші фазамыз. Жақсы істеп тұр. Екінші фазада елу көрсетіп тұр. Үшінші фаза елу көрсетіп тұр. Енді сымның үзілген, үзілмегенін тексереміз мультиметрмен. Үзілмеген, үзілмеген, үзілмеген. Жұмыс аяқталды. Қақпақты қайтадан жабам. Қазақмыс корпорациясының технологиялық колледжі мамандығы 07-11-000 маркшейдерлік іс. Квалификациясы 07-011-033 техник маркшейдер. Маркшейдерлік іс дегеніміз нүктелердің жердегі немесе үш өлшемді позицияларын және олардың арақашықтықтары мен бұрыштарын анықтау әдістемесі, кәсібі және ғылымы болып табылады. Область профессиональной деятельности маркшейдера. Техник маркшейдер подготавливается для маркшейдерского обслуживания горнодобывающих предприятий, геолого-разведочных работ, работ промышленного и гражданского строительства, строительства предприятий энергетики, добывающей оборонной промышленности, для работ геодезических и гидрогеологических службах. Работа маркшейдера заключается в полевых и камеральных работах. Полевые работы – это работа с маркшейдерско-геодезическими приборами на местности. Камеральные работы – это работы, связанные с обработкой данных измерений с целью построения графических материалов и определения объемов выполненных работ. Об этой профессии известно с давних пор. Путь ее начинается еще с древнеримских времен. Подземной геодезией специально называлась, потом маркшейдерское дело переименовалось. Работу маркшейдера представить хотим, ведь на производстве он так необходим. Маркшейдер – это зоркий глаз, это штурман подземных трасс. Не зря так его называют. Любое направление и длину он враз определяет. Маркшейдер – человек-ученый, в съемках и расчетах умудренный. В начале работы маркшейдер подробно знакомится с проектом, разбивочные данные готовит при этом, контролируя горных работ ведения. Он периодически проводит измерения и корректирует все от проекта отклонения. Рациональные методы и способы измерений выбирает, геодезическое оборудование для съемок применяет, пространственные измерения производит, камеральную обработку на их основе проводит, портрет района подробный составляет, в виде графической документации его представляет, количество добытого ископаемого учитывает, сколько осталось недобытого рассчитывает, то есть определяет объем выполненных работ, ведь маркшейдер на производстве лучший счетовод, за движением горных пород наблюдает, за безопасность съемочных и горных работ отвечает. Қазақмыс корпорациясының технологиялық колледжінде маркшейдерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін геодезиялық маркшейдерлік аспаптар қолданылады. Олар нивелирлер,
электрондық теодолиттер, электрондық тахеометрлер, сонымен қатар GPS қазіргі заманауи құралдары қолданылады. Қашықтықтан оқыту барысында технологиялық және ақпараттық бағдарламалар қолданыста. Сурпак ақпараттық технологиялық бағдарламасы геологиялық маркшейдерлік сызбаларды жоспарлау үшін қажет. Компас технологиялық бағдарламасы жүргізілген маркшейдерлік жүрістерді жобалау үшін қажет. Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту барысында Quizlet ақпараттық бағдарламасын қолданамыз. Quizlet ақпараттық бағдарламасы арқылы студенттермен оқытушылар ақпарат алмасып жұмыс жүргізеді. Jamboard виртуалды тақтасы арқылы кез келген пәнде, соның ішінде маркшейдерлік іс, геодезия пәндеріндегі теодолиттік жүріс сызбасының таблицасын шығарып, жобалау жұмыстарын жүргізуді қадағалап отыруға өте үлкен көмек. Осы барлық бағдарламаларды Zoom конференциясында оқушылармен бірге жұмыс жүргізу арқылы жүзеге асырамыз. Біздің колледжге келіңіздер. Назарларыңызға көптен рахмет. Пайдалы қазбалар кен орындарын жер астында өңдеу мамандығы бүгінгі күні кен орындарында үлкен сұранысқа ие. Инженерлік мамандықтардың арасында тау-кен инженері ерекше мамандық болып табылады. Бұл атақ Николай I кезінде заңды түрде енгізілген. Алдымен бұл тек жоғары білікті тау-кен мамандары деп аталды, олар басшылық лауазымдарды атқарды. Тау-кен инженерлеріне әскери шендер берілді. Олар қызметтен тек билеуші монархтың жоғары рұқсатымен ғана босатылды. Бүгінгі таңда тау-кен инженерлері азаматтық адамдар. Бірақ олардың кәсібі әлі де қиын, көбінесе қауіпті және қатаң тәртіппен жауапкершілікті қажет етеді. Кен кәсіпорындарында тау-кен инженерлері әртүрлі салаларда жұмыс істейді. Тау-кен шеберлері мен участке бастықтары, механиктер, тау-кен жұмыстарының меңгерушілері, технологтар, маркшейдерлер. Тау-кен инженерлері кәсіпорындарды басқарады. Желдету, газсыздандыру, технологияны сақтау, еңбекті қорғау, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауап береді. Кәсіпорынның перспективалық даму жобаларын жасайды және оларды жүзеге асырады. Тора 40D техникасы бұл осы өзіміздің Жезқазған өңірінде тау-кен шахталарында ұрланы тасымалдауға арналған техникасы. Бұлар шетелден Финляндия қаласынан шығатын техника бұл. Бұл өздігінен тиеп, біздің Қазақмыс корпорацияның кеніштерінде осы техниканың арқасында тау-кен қазбаларын тасиды. Ал енді мына өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің мынау тиеп жеткізу машинасы бұл Америка елінде шыққан Caterpillar фирмасында. Осымен біз осы студенттерді оқытып Қазақмыс корпорациясына осымен қызмет атқарады. Бұл жер асты пайдалы қазбаларды тасып жеткізу үшін арналған техника. Біз енді осы біздің көмегімізбен осы оқушыларды үйретіп, осын қызмет атқаруға дайындаймыз. Аксера D05 предназначена для бурения шпуров проходческих забоев в подземных условиях. В технологическом колледже мы обучаем студентов к бурению, вождению в подземных условиях. Выпущена буровая установка Финляндией фирмой Tamrex.